Биыл ауданымызда тұңғыш рет велошеру ұйымдастырылды. Сол себепті де аптаның басын сарыағаштықтар сергек бастады. Мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылған спорттық шеруге шаһар тұрғындары, еріктілерден құралған барлығы 100-ден аса адам қатысты. Қапланбек кеден бекетінен бастау алып, Төле би алаңында мәресіне жеткен велошеру туралы тілші айтып берсін. Сарыағаштың 100-ден астам тұрғыны айтулы күнде велосипедпен қаланың орталық көшелерін жүріп өтті. Мемлекеттік рәміздер күні мерекесіне арналған бұл бұқаралық шеруге үлкенді кішілі бірдей қатысты. Ауданда алғаш рет өткізіліп отырған бұл бастамада жалауды көкке желбіретіп автокөліктермен қатар тұлпарды тақымдаған және велосипедті тізгіндеген жастар бой көрсетті. Әуелі әуесқойлар таңғы сағат 8:00-де Қапланбек кеден бекетінде жиналды. Қаланың басты көшелерімен жүріп, 4 шақырымды артқа тастаған олар мәре болып бекітілген Төле би алаңына табан тіреді. Спортты сергіткендердің қатарында мектеп жасындағы оқушылары да бар. Мен осы марафонға қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұл марафон өте қызық болды. Осы марафонды ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Бұл марафон адамның денсаулығына өте пайдалы. Алдағы уақытта мен де осы марафонға қатысуды әдетке айландырамын. Алға Сарыағаш жастары. Бүгін осы Сарыағаш ауданымызда алғаш рет велошеру ұйымдастырылды. Көңіл күйіміз өте күшті, керемет болды деп ойлаймын. Және де бұл негізгі бұның мақсаты 4 маусым рәміздер күніне қарай өткізіліп отыр. Бүгін өткізіліп жатқан бұл велошеру жастарға күшті серпін береді және де салауатты өмір салтын қалыптастыруға, сонымен қоса жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі алған әсеріміз өте күшті. Бұл күні қауіпсіздік шаралары да басты назарда болып, ақ халаттылар мен тәртіп сақшылары тарапынан қатаң қадағаланды. Велошерудің өтуіне аудандық ішкі саясат бөлімі мен жастар орталығы ұйытқы болған. Мақсат өңірде бұқаралық спорт түрін дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау. Ұйымдастырушылар аудан тұрғындарына және жастарға ерекше қуаныш және сергектік сыйлаған мұндай жобаларды жиі ұйымдастыру қажеттігін жеткізді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы күні мерекесі 2007 жылы 4 маусым күні конституциялық заңға сәйкес қабылданды. Міне осы заңға сәйкес еліміздің барлық өңірлерінде дерлік осы мереке тойланады. Біздің ауданымызда да рәміздерім мақтанышым, ұранымыз бірлік атты тақырыпта үлкен мерекелік іс-шара болып өтті. Мерекелік іс-шарада жалпы шерумен бастау алып, яғни ат шеру, сонымен қатар автошеру, соңынан жастарымыз жалауларды ұстап велошеру болып өтті. Жалпы бұл іс-шараны ұйымдастырудағы біздің мақсатымыз жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу, сонымен қатар ұлттық рәміздерімізді қадірлеуге, құрметтеуге шақыру, сонымен қатар жастар арасындағы бұқаралық спорт түрлерін ары қарай дамыту болып табылады. Орталық алаңдағы мәреге жеткеннен кейін спортты сергеткендер мен қала тұрғындары Жеңіс саябағында 4 маусым мемлекеттік рәміздер күніне байланысты ұйымдастырылған рәміздерім мақтанышым ұранымыз бірлік атты іс-шараның құттықтау рәсімін тамашалады. Мәдениет үйінің майталмандары рухта әндерді қалықтатып, жиылған жұртшылықтың бойына патриоттық сезімді ұялата білді. Сондай-ақ бұл күні спортты дамытуға үлес қосып жатқан қызметкерлер аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып, өз саласында еселік еңбек етіп жатқандардың еңбегі еленді. Әрі қарай спорттық шеру ойын-сауық шоу бағдарламаларға ұласып, жастар арасында жарыс өтті. Қазақтың төл рәміздеріне, ұлттығымызды айшықтайтын сұрақтарға жауап беріп, белсенділік танытқандарға сый-сияпаттар табысталды. Биыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен жастар жылына орай ауданымызда тұңғыш рет велошеру өткізіп жатырмыз. Және сонымен бірге ат шеру мен көліктер шеру қоса өткіздік. Мұндағы негізгі мақсат жастар бойындағы патриот рухты көтеру, жастарымызға мемлекеттік рәміздердің құрметін көтеру. Және сонымен бірге мемлекеттік рәміздеріміздің абыройын әрқашан асқақтату. Құрметті сарыағаштықтар, бүгінгі Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні мерекесімен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір арайлап атқанымыз тек қана шұғылалы, шапағат мол бола берсін. Аталмыш спорттық шеруге қатысқандар салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, оны жүзеге асырып келе жатқандардың нағыз бейнесін көрсете алды. Айта кетер жайт, бұл велошеру Сарыағаш ауданында тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Майра Нұрмахан, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.